Менің арнама қош келдіңіздер. Лайк басып жазылып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қолдауларыңызды күтемін. Үлкен рахмет. Мен қазір сіздермен осындай баклажан салатының рецептісімен бөліскім келеді. Үнемі қонақтарға жасаймын, және қазір көп жерлерде жасалынады хит салат бұл. Ол үшін бір баклажан, үлкендеу бір баклажан алдым. Оны осылай әбден жуып, тазалап алып, ұзыннан төртке бөліп, осылай бөліктерге бөліп шықтым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша бөлесіз. Ірірек болғанын қарасаңыз ірірек қылуға болады, бірақ мен енді осындай көлемде бөлемін. Және бір кабачки алдым. Оны да тап баклажан сияқты ұзыннан төртке бөліп, бөліктерге бөліп шықтым. Міне осылай бөліктерге бөлінген баклажаныма кукурузный крахмал, кәдімгі жүгері крахмалын сеуіп, жақсылап тұрып араластырып алдым. Енді осы баклажан мен кабачкиімізді қазір майға қуыратын боламыз. Міне менің табамда майым қызып жатыр. Баклажанды әбден араластырып, осылай аз-аздан салып, екі жағын бірдей қызартып қуырып аламын. Бұл негізінен көптеген ресторандарда жасалынады. Көп адамдарға ұнайды, өте бір жақсы салат. Кабачкиімді де міне осылай мен кукуруздан крахмалға аунатып алып, баклажанды қуырып болған соң, қазір кабачкиімді де осылай қуырып аламын. Міне мен кабачкиімді тап осылай қуырып алдым. Баклажан мен кабачкиім қуырылды. Мен қазір суытуға қойып қоямын оларды. Енді жақсылап жуып алған помидорымды тураймын. Маған 4 помидор жарап қалады, осындай көлемдегі 4 помидор. Помидорды өздеріңіз қалағандай қылып турайсыздар. Жаңағыдай ұзыннан төртке бөліп алып, осы бөліктерге бөлесіздер. Егер ірірек болғанын қалайтын болсаңыздар, ірірек турауға болады. Мен өзіме ұнайтын көлемде турап шықтым. Міне мен жаңа помидорымның үстіне қуырған баклажан мен кабачкиімді салдым. 4 помидор жеткілікті, араластырып қарадым. 5-шісі керек емес болды. Мен сосын аскөк укроп саламын. Укроп ұнайды өзіме. Петрушка салуға да болады. Өздеріңіз қалаған кез келген көкөністі салуға болады, бірақ маған осы укроппен жақсы ұнайды. Міне осындай соус чили сладкий для курицы деген бар. Осындай соус аласыздар. Осы соустан мен 3 үлкен ас қасықпен 3 қасық құйып шықтым.